Жер шарының қайсы бір мүйішінде болсын, ақ баслы гигант толқынлары жағалауларды жуып тұрған көгалай теңіз. Һәм дүниялық океан сулары ерте дәуірлерден баслап, адамлардың диққатын өзіне тартып келген. Азиядағы ірі шөлсталлықлардың бірі үстірт кеңістігі менен Қызылқұм һәм Қарақұм шөлсталлықларының бір-біріне тұтасқан жерінде жайласқан Арал теңізі жақын жылларға дейін осы региондағы кең аймақтың ықлым шараятын тұрақластырушы һәм һауадағы ылғалдылықты тәминлеуші үлкен табиғи объект қызметін атқарып келді. Экономикалық көз қарастан Арал теңізі әр жылы 35-40 мың тоннаға шамалас 20-дан аслам түрдегі товарлы балық ауланатұғын үлкен дарамат дерегі. Ең баслысы еліміздің мақтанышы, жеріміздің сәні еді. Өткен асырдың 50-ші жыллары ақырында суретке алынған, Арал балықшылары көркем фильмінен алынған үзінді архив материалларды қайта көріп отырып, үш шөлсталлықтың тұтасқан жерінде жайласқан соныңдай гөззал табиат дүрданасынан қол үзіп қалғанымызға пай әттеген-ай деп еріксіз қиналасаң. Арал теңізіне суы құйып тұрған екі дарияның су менен дәмелеу мүмкіншілігінің шекленгені інабатқа алынбай, екі дария бойында тың жерлердің көплеп өзлестірілуі, үлкен каналлар қазылып теңізге барып құюы тиіс су қорларының шөллерге, құмлықларға алып кетілуі, бір әулеттің көз алдында құмлар арасында маржандай жарқыраған үлкен теңізімізден қол үзіп қалуымызға алып келді. За 40 лет площадь акватории Аральского моря сократилась более чем 7 раз. Объем воды уменьшился в 13 раз. Меня постигло большое чувство грусти. Грусти за то, что такое красивое море исчезло. Исчезло. Өзбекстан қаһарманы. Өзбекстан һәм Қарақалпақстан халық шайыры Ибраим аға Юсуповтың «Құмшауыт жағыста ойға таламан, шаңғыт көз аштырмас жүзім көрінбес, ескі ұлтан менен кетіп бараман, қайрылсам артымда ізім көрінбес. Кемелер қаусаған қайырда толып, көрсең жүрек сызлар дәртлерің қозып, қанша қарасам да мойнымды созып, көз ұшында көк теңізім көрінбес, деп жазып қалдырғанындай, бұнан не бары 30-35 жыл бұрын гигант корабльдер каруаны қатара жүзіп жүрген аймақларда, қазір күндіз бархан құмлықлар, түнде меңіреу тынышлық күн сүрмекте. Жүйрік уақыт аттай шауып өтіп, теңіз суы қайтып, өндіріслік экономикалық әхметтің жоғалтқалы бері де Байғұс Аралдың толып тасып тұрған жылларындағы сұлулығын көзіменен көрмегеннен соң оның қадір қымбатын, әхметін біле бермей тұғын неше бір дүркін әулет ер жетті. Олар бәлкім өз көздері менен теңізді көрмегеннен соң асау толқыларында жүзіп, түн ұйқысын теңіз толқылары гуілдісі бұзып оятпағаннан соң оның қадірін біле бермес. Бірақ оған бауыр басып өскен кексе әулет уәкілдері елі берін көгалай теңізін сағынып, құмсап жасамақта. Олар тез-тез балалығы, жаслық жыллары өткен ескі жағысқа барып,
қай уақ бір уақ Іләхи күш пенен теңізінің қайта толысуынан үміт етеді. Және де бір атап өтетұғын нәрсе, теңіз суының қадды төмелей басылаған дәслепкі жылларда бұл процесті тоқтату, алдын алу іләжларын көру орнына, табият нызамлықлары менен үйлеспейтұғын түрлі аргументлер айтылған, пікірлер білдірілген. Бұрын құдіретлі, бұзылмас деп есапланылған ауқам саясатшыларының жол қойған қатесін түзету, теңіз суының тартылуы нәтижесінде жүзеге келген экологиялық дағдарыс пәтін пәсеңдету, ғаресіз Өзбекстан Республикасы үкіметі осы теңіз жағалауында жасаушы қарақалпақстаулар үшін аңсатқа түспей жатыр. Эколог алымларымыз бенен зиялыларымыздың суы тартылған Арал теңізінің өзінің биологиялық функциясын жоғалтып атырғаны жөнінде дабыл қағып атырғаны өз-өзінен емес. Себебі бұрын ұзылығы 428, ені 292 километр, Улума майданы 66458 километр квадрат болған үлкен теңіздің басым көпшілік бөлегінің суы тартылып, енді үстірт қырлары етегінде жайласқан ең терең жерінде ғана дұзылығы әр литрде 180-200 грамм болған аз ғана айдылы су қалды. Су қорларындағы биологиялық тіршілік толық тоқтаған есабы. Бір уақытлары инсан еркі һәммесінен үстін. Біз табиатты инсан еркіне бойсындырамыз деп жар салғанымыз бенен, енді адамлар да табиаттағы аңлы пікір жүріту қабілетіне ие биологиялық тіршілік түрі екенлігін, олардың әр қандай харекетлері табиғи заңлықлар, табиат бенен үнлес болуы керектігін түсініп жетіп атырмыз. Арал машқаласы бұрынғы ауқамлық су қожалығы тарауы қанегелерінің натуры сиясаты, натуры болжаулары нәтижесінде жүзеге келген регионлар, мемлекетлер аралық машқала. Бірақ оның ащы жемісін біздер татып атырмыз. Лекін һәммеміздің кеулімізде бір күн болмаса бір күн
аралымыздың суының қадды қайта көтеріліп, құрғаған теңізіміз толыспас па екен деген жақсы үміт жасайды. Атқан таңнан, әр жаңа жылдан дариямызға тасқын су, халдан тайған теңізімізге мәдет тілеп жасап атырмыз.